Сәлем достар, OLX-ке жарнама беріп қойдың, бірақ ешкім хабарласпай жатыр ма? Бүгін мен саған тауарды қалай тезірек сату керек екенін нақты 5 кеңеспен көрсетем. Қаламыңды емес, телефоныңды алып дайын отыр. Олай болса кеттік. Бірінші қадам тауардың суретін сапалы түсір. Жарық жерде түсір, бұлыңғыр болмасын, бірнеше ракурстан, алдыңғы жағынан, жанынан, артынан, және де өзің түсір. Интернеттен алған сурет сенімсіз көрінеді. Екінші, тауардың атын толық жаз, нақты жаз. Мысалы, телефон сатып жатсаңыз, Redmi Note 10 Pro 128 ГБ жақсы күйде деп. Дұрыс емес болады, егер жай ғана телефон сатылады деп жаза салсаңыз. Үшінші, бізде сипаттамасы сенімді болу керек. Қысқаша жағдайын жаз. 1 жыл қолдандым, экраны бүтін, барлық функция істейді деген сияқты. Шындықты жазу керек. Жасырын ақаулары болса, оны міндетті түрде көрсету керек. Төртінші, бізде бағаны нарықпен салыстыру керек. Қымбат қойсаң, хабарласатындар аз болады. Өте арзан қойсаң, алдап тұрма деген күдік тудырады. Сол себепті OLX-те қандай тауар сатып жатырсыз, сол тауарларды тауып, соған ұқсас тауарларды қарап, орта баға қойған дұрыс. Бесінші, бізде орналасқан жермен байланыс нөмірін дұрыс жазу керек. Қай қала, қай ықшам аудан, яғни микрорайон, соның барлығын дұрыстап жазу керек. Және хабарламалар мен қоңырауларға ашық болу керек. Хабарлама жасса да жауап беру керек. Қазір неге екенін білмеймін, көп жастар звондағаннан қарағанда, хабарласқаннан қарағанда SMS-пен сөйлескенді жақсы көреді. Сондықтан OLX-қа SMS келіп жатса, бірден жауап беруге тырысыңыз. Сен осыларды істесең, тауарың тез сатылады. Келесі видеода OLX-тің ақылы жарнамасы туралы айтамын. Каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа. Саудаң сәтті болсын.